Ассалаумағалейкум қазақ елі, жұма мүбәрәк болсын, жұма қабыл болсын. Түнде шығарған видеома біраз комментарийлер келді. Так, енді мен оған аса қатты тоқтала бермеймін. Себебі үрген иттің бәріне тас лақтыра берсең жолынан қаласың деген негативтер де бар, қолдау көрсетіп жатқандар да бар. Барлығына рахмет, Алла разы болсын. Айтайын деген менің ендігі мамандығым негізі бастауыш сынып математикасы. Неге мұғалім болмайсың дегендерге болып көргенбіз. Қосымша жылыжаймен айналыстық. Неге жылыжай салмайсың дегендерге салып көргенбіз. Кейін бұйыртса уақыт сағаты келгенде саламыз. Аткөрімді неғып тастап кеттің дейтіндерге аткөрім, жылыжай, мұғалымдық бәрін тастаған жоқ. Математикамды өмірде қолданып жүрмін. Мұғалымдық кәсібімді әзір осындай тиктокта пайдаланып, сіздермен қарым-қатынас жасап түсіндіріп жүрмін. Демек мен олар тастаған жоқ. Енді жылыжайды керек болса көкөніске қатысты, жылыжайға қатысты білімдерді миымда, жүрегімде, жаңа жұдырықтай жүрегімде барлығы сақтаулы. Аткөрімге қатысты білімдерде солай. Ендігі жоспарым, мен Қытайға бірден кетемін деген жоқ. 7-8 жыл болыпты, осыншама тамыр таныс туыс туған бар, әке шешемнің аруағы жатыр, сүйегі жатыр, сол жерлерге бір барып келу керек шығар деген ойда болдым. Себебі Қазақстанға келгеннен бері Қытайда біз 84 квадраттық этаж үйде тұрғанбыз. Қазір 44 квадраттық болса да шамамыздың жеткенше алдық. Мен бүгін орта туралы айтайын деген. Мысалға мен бастауыш сыныпта 25 оқушы оқыдық, алдыңғы үштікте болдым. Енді оқуым бірінші болса да сәл тентектеу болып, жалпы жақтан алдыңғы үштіктен түскен жоқ. Орталау алттан 8-ге дейін 2 сынып, 60 қанша, 70 қанша бала болды. Алдыңғы 5-тік пен 10-тықтың арасында жүрдім. Көрдіңіз ба? Адам көбейді, орта өзгерді. Менің шамам төмендей бастады. Ауданға бардық. Ауданда жатақты мектеп болмады. Өзім жатаққа жаттым, өзім тамақ істедім. Оның үстіне біз соған дейін ауылда біз қазақ тілді оқығанбыз. Ал мен толық ортаға барған кезде жаңа физика, математика, химия дегендердің барлығы, оқулықтың бәрі қытайшаға өзгерді. Мен жаңа өзімнің тамағымды істеп, өзім анау жаққа 5 километр жерден жатақта болды. 5 километр азан кеш келіп кетем, өз тамағымды өзім істеймін. Сонымен күрестім. Және бұрын ауылда бізде ханзу тілі деген бір-ақ сағат тек қана ханзу тілі өтілетін. Ал енді мен орталауға, толық ортаға барған кезде ол аз болғандай өзімнің күнделікті оқып жүрген математика, физика, химия атауларым дейін ханзу тілді болып кеткендігі себепті мен сынып бойынша соңғы 10 баланың ішіне автомат түрде кірдім. Мен үлгіре алмадым. Тырыстым, үлгіре алмадым. Не болса да универге түстім, солай ары қарай барлығын істедім. Мұғалімда болып көрдім бір 3-4 ай. Ол жердің барлығында қысым болды. Барлығы сол жаңағы біз ауылдағы кезімізде қазақ тілін оқып, аяқ жағына келгенде қазақ тілі азайып, барлығына ханзу тілге өткендігі себепті ханзу тіліне еріп жүре алмадық, және қысым болды. Сен қанша білімді болсаң да тілің жаңағы ханзулардыкіндей анық болмағаннан кейін, болмаса жаңа бала кезден ханзу тілін оқыған балалардай қанық болмағандығы себепті, қысым болғандығы себепті өзімді шаршатпайын деп тастауға мәжбүр болдық. Ақыр аяқ осы жаққа келдік. Ендігі мына жаңа жылыжайды тастау себебім, малды тастау себебім, мен соны біліп, көріп біле өсе тұрып, менің балаларым қазір ауылда, ол алғашында амалсыздан емес, енді Алланың қалауымен солай болдық. Енді балалар жайлап өсіп келеді, қауым құсап, домаланып. Оларға менің күнімді көрмеу үшін бірден жақсырақ орта, Текелі деген қаланы таңдап, соларға орта жаратқым келген. Себебі олар сонда менің бала кезімде көрген күнді көрмейді. Бірден жақсырақ ортада болса, кейін дамып, шетелге шығуына мүмкіндік болады. Оның барлығын түсінем. Орта орта. Адамды орта тәрбиелейді. Мен олардың қасында болып, қанша әкелік мейірім төгіп, қалай бірдеңе тәрбиелегенмен, ол бәрібір де көрген істейді. Егер ортасы жақсы болса, оның тәрбиесіне аса бас қатырмай-ақ қоюға болады. Сіздермен болған Таңжарық Шотайұлы.